Саламатсыздар. Қыздар, бүгінгі бірінші сабағымызды біз Инстаграмға аватарға сурет жасаумен бастаймыз. Ол үшін Google Chrome'ға кіріп, Instagram фон скачать деп жазасыздар. Және мына бірінші мына суретті жүктеп аламыз. Сол үшін бүйтіп басып тұрасыз. Скачать изображение дегенді басып жүктейсіз. Мен жүктеп қойғандықтан оны жүктемеймін. Енді бұл жерден шығамыз. Және өзіңіздің бір әдемі жақсы түскен суретіңізді дайындап қоясыз. Жаңағы мынандай ашық түсті әдемі киіммен, Соны PicsArtқа кіреміз енді. PicsArtқа кіреміз. Осы астындағы мына қызыл дөңгелекшенің ішіндегі плюсті басамыз. Енді біз жаңағы таңдаған Instagram фонды таңдаймыз. Жерде добавить фото дегенді таңдаймыз. Мен дайындап қойған суретіңізді мына жерге добавить деп қосасыз. Добавить деп қосасыз. Енді бұны пока әзірге сақтамай тұрасыз да. Мына жерде мына форма деген жазылып, соны басасыз. Сөйтіп дөңгелекшені таңдайсыз. Осы дөңгелекшемен сіздің аватарыңызда тұратын суретті кесіп аласыз. Сіздің суретіңіз ортасында тұру керек. Бұлай болса әдемі болмай қалады, бұлай болса әдемі болмай қалады. Сондықтан бұл ортасында тұру керек. Бұлай қояйық. Аватарыңызда осылай тұру керек. Бұлай қойса да болады. Мен 3D сурет жасайын дедім, сондықтан мен кішкене бұлай қойып жатырмын. Осылай. Енді бұны сақтаймыз. Жоғарыдағы стрелканы басамыз. Солай. Енді дөңгелекшенің сыртындағы сызығын кішкене қалыңдатамыз. Мен олай 14-ке қоям. Бұдан ары қарай да қоюға болады, енді ол кішкене қалыңдау болып кетеді. Сондықтан бұлай 14 дұрыс деп ойлаймын. Сәл-сәл қалыңдатсақ та болады. Енді кішкене круглау болып кетеді. 12 болсын. Осыны сақтаймыз. Бұны тағы да сақтаймыз. Енді міне төменгі жақта инструменті деп тұр ғой, 4 бұрышты. Соны басамыз. Жоғары жақтағы 3 бұрыштыны басамыз, вырезать деген. Тағы да дөңгелекшені таңдаймыз. Енді бұл дөңгелекшені мынаның сыртынан бүйтіп алып келеміз. Осылай дұрыс. Енді сақтаймыз. Сохранить. Енді бұған астыңғы инструменттердің үстін қарап, добавить фото дегенді басамыз. Сөйтіп, қайтадан осы суретті қосамыз, добавить деп. Енді осы суретті мынаның бетіне қоюымыз керек. Прозрачныйды жылжытамыз. Осы сурет мына астындағы суретпен бірдей болып түсу керек. Қалай ойлайсыз, бірдей болды ма? Көзі бірдей болып тұр. Қолдары бірдей, аяқтары бірдей түсті. Енді міне шықтырған жоқ, дұрыс түсті. Енді бұлай қоямыз. Енді жоғарыдағы өшіргішті аламыз.
өшіргішпен абайлап, жақсылап, жайлап өшіреміз. Асықпай. Ювелирлік жұмыс қой енді бұл. Жайлап аламыз. Құртып алуыңыз да мүмкін. Одан қорықпаңыз. Мына жақта бізде кисточка бар. Кисточкамен, мысалы мен қараңыз мына. Кисточкамен қайтадан бүйтіп салсаңыз, қайтып орнына келеді. Бірақ енді құртып алмауға тырысыңыз. Асықпай. Так. Стенаның размерін азайту үшін резинаның үстіне басасыз, өшіргіштің үстіне. Деді абайлап өшірмесек. Баланың аяғын құртып қойған сияқты не? Немесе баласының аяғын ар жаққа қояйық. Баласы ар жақта тұрған, өзі бер жақта тұрған болып есептелінеді сонда. Құртып қойдым. Шыдап кетпейді. Қазір кисточкамен түгендей саламыз. Болды, дайын болды. Енді бұны сақтаймыз. Енді сақтаймыз. Жоғары жақтар ссылканы баса бересіз. Сохранитті басасыз. Сохранить фотоны ауыстыру, галерея. Және готово дегенді басамыз. Енді кешіріңіз, Инстаграмға өтеміз. Инстаграмда алдын ала сіз дайындап қоюыңыз керек. Жүктеп аккаунт ашып. Егер сізде бұрынғы аккаунт болса, бола береді. Оны қайтадан жөндеуге болады. Мен кеше ашып дайындап қойғанмын. Енді осының редактировать профиль дегеніне кіреміз. Сменить фото дейді. Ескі аккаунтыңызды жөндеуге болады. Новое фото профилі. Біз жаңағы таңдаған суретімізді қоямыз. Бұлай қойған кезде әдемі көрінеді. Енді мені далиені басамыз. Далие. Осылай суретімізді жүктедік. Енді редактировать профиль дейік. Name деген жерге сіз өзіңіздің, егер жеке бренд аккаунтыңыз болса,
өзіңіздің аты жөніңізді жазсаңыз болады. Немесе не жазсаңыз болады. Егер сіз сауда-саттық жасайтын болсаңыз, сол сататын негізгі товарыңыздың атын жазсаңыз болады. Мысалы, киім сататын болсаңыз, одежда, және оны өзіңіздің тұрып жатқан жеріңізге байланыстырсаңыз да болады. Егер сіз тек қана Алматының ішінде сататын болсаңыз, Алматы, немесе тек Тараздың іші болса, Тараз деп, одежда Тараз деп жазуға болады. Мысалы, мына жерге, онда әрине мына жерге сіз киімнің суретін қоясыз. Одежда Тараз. Бұл үстіңгі недегі сөз бойынша адамдар сізді іздейді. Мысалы, поискіға жазған кезде поискіға жазғанда бүйтіп одежда Тараз деп іздейді адамдар. Сол кезде міне киім сататындардың барлығы шығады. Міне байқасаңыз, міне бірінші жолдағы жазылған нәрсе сол көрінеді екен. Көрдіңіз ба? Сонда сізді тез табады. Немесе егер жеке бренд аккаунтың болса, өзіңіздің аты жөніңізді жазсаңыз, сізді танитын адамдар сіздің аты жөніңізбен іздейді. Хорошо, одежда Тараз деп жазып қояйық. Мынау енді сіздің аккаунтыңыздың логині, никнейм дейді. Мына жерге веб-сайт дейді. Бұл жерге егер сізді адамдар сізге хабарласқанына WhatsApp ыңғайлы болса, WhatsApp-ыңызға сілтеме жасайсыз. Оны қалай жасаймыз? Ағылшынша жасаймыз. Міне былай жазасыздар. 2./ WhatsApp. Енді мына жерге өзіңіздің телефоныңыздың номерін жазасыз. Мысалы, мен қазір жазайын: 708 197 30 59 деп. Мына жерге енді сіз жазасыз жаңағы өзіңіз. Адамдар сіздің аккаунтыңызға келгенде не көретінін, не жайлы оқитынын, не жайлы көретінін жазуыңыз керек. Мысалы, бүйтіп жазайық. Және мынандай смайлик қойсаңыз да болады, кішкене адамдарды қызықтыру үшін. Так. Мысалы, былай қылып, детская одежда. Немесе мына жерге қазір баланың суретін көріп едім, детская одежда. Бұны шрифтарында әртүрлі жасауға болады, енді ол басқа сабақ. Тағы не жазамыз мына жерге? Мысалы, егер сіз сыйлық беретін болсаңыз, подарки деп жазып қойсаңыз болады. Сатып алушыларға сіз сыйлық беретініңізді білдіргеніңіз дұрыс. Мысалы, егер сіз сыйлық беретін болсаңыз, егер үлкен ересек кісілерге арналған болса, одежда для взрослых. Взрослых. И для их детей. Немесе осындай жазсаңыз да болады. Мен подарки, тағы да не жазсаңыз болады. Где находимся, да? Магазин, например. Егер сіздікі базарда ма, бір жерде болса магазиніңіз, магазин
скажем, Ардақ. Угол улицы Пушкина деп қояйық. Деп, жаңағы город Алматы, городтар. Енді мынаны бүйтіп жазасыз. Болды. Енді көрейік не болған. Қараңыз. Осылай болып шығады. Енді мынау сіздің аккаунтыңызға кірген адам, мына сіздің WhatsApp-ыңыздың үстін басса, сол WhatsApp-қа келеді. Написать деп сіздің WhatsApp-ыңызға кіреді. Енді осы жаққа мен жазу жазамын. Солай, осымен бүгінгі бірінші сабағымыз бітті. Сұрақтарыңыз болса, түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, неге осы группаға жазасыздар. Бір-бірлеріңізге көмектессеңіздер де болады.